Осы саясатта жүргізілген механизмдер дұрыс болмады ма бізде? Менің ойымша, ол жерде президенттің нақты сөзі, біз шын мұқтаж азаматтарға көмек беруіміз қажет деді. Әлеуметтік мемлекеттің негізгі позициясы шын мұқтаж адамды қолдау деді. Бізде қазір өстіп айтатын болсақ, онда халық ренжиді. Ал шын мәніндегі, мен бір нәрсені ұқтырып түсіндіргім келеді. Біз 12 мүшеміз сау болса, қара басын ханмен тең деп біздің енді бабаларымыз айтып кетті. Сәйкесінше жақсы білім алса, жақсы еңбек нарығына сапалы сондай маман болатындай құзыреттіліктерді меңгерсе, дағдыларын дамытса, онда біздің азаматтарымыздың өзінің әлеуметтік деңгейін өзі жақсартатындай біз экономика құруымыз қажет. Ол үшін біз жұмыссыздықты азайтуымыз қажет, және жұмыстағы алатын айлық жалақы ол орташа айлық жалақыдан барынша жоғары болу керек. Сондай экономиканы біз қамтамасыз етсек, онда азаматтарымыз үй мәселесінде, әлеуметтік көмек мәселесінде мемлекетке қол жаймас еді. Бүгінгі таңдағы мемлекет басшысының мына экономикалық блокқа, қаржы блогына қойып отырған міндет осымен тікелей байланысты. Өзіңіз білесіз, біз осы студияда әлеуметтік кодексті біраз талқыладық. Оның алдында біз мүгедектігі бар азаматтардың өмір сапасын жақсарту деген заң жобасын біздің депутаттық корпус әзірледі. Соны да талқылап сіздердің алдарыңызға келгенмін. Сол кезде мен және депутат Халық партиясының мүшесі, қазіргі фракция жетекшісі Магеррам Мамедұлы екеуміз бір түзетуді енгізгенбіз. Бұл мүгедектігі бар балаларды өсіріп отырған отбасылардың жағдайына байланысты. Бірінші, біз осындай отбасыларға арнайы әлеуметтік төлем төлеу қажет деп тапқанбыз. Сонымен қатар бұл отбасылардағы анасы баланың күтіміне кеткені 18 жылды жалпы ертең зейнетке шыққан кезде кәдімгі жұмыс уақытындағы зейнетке теңесе деген ойымыз болды. Жұмыс өтілі ретінде. Сонымен қатар бұл отбасыларға мүлдем басқаша қарайтын әлеуметтік көмектің негізгі басқа несін ұсынғанбыз. Бірақ дәл сол уақытта осы түзетулер үкімет тарапынан қолдау таппады. Өзіңізге белгілі. Егер түзетулер қаражатты қажет ететін болса, біз үкіметтен міндетті түрде жолдап, олардың қорытындысын алуымыз қажет. Және ол қорытынды қолдау тауып, оң қорытынды болу керек. Бұл түзетулер неге қолдау таппады? Өйткені республикалық бюджеттің бұған шама шарқы жетпейді. 700 мыңнан астам мүгедектігі бар азаматтарымыз бар. Оның мен ұмытпасам 400 мыңдай балалар. Сондықтан да есептеп келген кезде бұл шын мәнінде өте жаңағыдай қаржыны қажет ететін норма болғандықтан бұл енгізілмеді. Бірақ менің ойымша, дәл осындай мүгедектігі бар баланы өсіріп отырған ата-аналарға әлеуметтік қолдау қажет, және осы біздің бүгінгі таңдағы шешетін мәселеміз деп ойлаймын. Сонымен қатар біз бірінші, екінші топтағы мүгедектігі бар азаматтарды тұрғын үйдің кезегіне қоюдың категориясына енгіздік. Бірақ біз үшінші топтағы мүгедектігі бар азаматтарды енгізген жоқпыз. Көбінесе қарайтын болсақ, үшінші топтағы мүгедектігі бар азаматтарымыз, олар жұмысы да көп жерде жұмысқа алмайды. Алатын айлықтары да мардымсыз. Қолдарына алатын әлеуметтік төлемдер де мардымсыз. Сәйкесінше олар не тұрғын үйдің алғашқы жарнасын жинауға мүмкіндігі жоқ. Немесе өздері төлеп жеңілдетілген кредит алса да, оны өтеуге мүмкіндіктері жоқ. Сондықтан да менің ойымша бүгінгі таңда екінші мәселе, біз осындай осал санаттарда, мысалы қазіргі тұрғын үй қатынастары жөніндегі заңның 68-ші бабында тұрғын үй кезегіне қоюдың категориясы белгіленген. Сол категорияда бірінші, екінші топтағы мүгедектер бар, үшінші топтағы мүгедектер жоқ. Сәйкесінше осы үшінші топтағы мүгедектерді қарастыруымыз қажет. Бұл әділеттілік болатын еді. Келесі мәселе, мысалы бізде депутаттар көтеріп жүр, оның ішінен Артай Аралбайұлы көтерді. Бір құлағынсыз туатын балаларға мүгедектік берілмейді екен. Және ол балаларды мүгедектігі бар адамдардың санатында жатқызбайды. Бұдан бөлек екі құлағынсыз да туатын балаларымыз бар. Енді олардың саны онша қатты көп болмағанның өзінде де бұл кәдімгідей патология болып есептеледі. Сонымен қатар бұлар кәдімгідей емді қажет етеді. Тіпті еліміздегі ем-домдардың ішінде, мысалы, көп ата-аналар шетелге барып емделгенді қалайды. Сондықтан да Америка Құрама Штаттарында бұның ем-домы бар дейді. Осындай азаматтарға көмек қолы. Яғни бұлар барып қайтатын болса, шын мәнінде қаражат
сауат мәселесін бәрін біз түбегейлі шешуіміз қажет. Заң Мемлекет аясында басшысы шын мұқтаж азаматтарды әлеуметтік қолдау деген нәрсеге біз осыған қарастыруымыз қажет деп ойлаймын. Атаулы әлеуметтік көмекке байланысты да біз сіздің осы студияда талқыладық. Мысалы, атаулы әлеуметтік көмек бұл балаға берілетін атаулы әлеуметтік көмек. Бірақ біз қазіргі таңда немен алмастырып отырмыз? Қазір бұл бір отбасының шын табыс көзі сияқты болып отыр. Біз оны ауыстырмауымыз керек. Балаға берілді ма? Сәйкесінше баланың физикалық дамуына, интеллектуалды дамуына, оның спортпен шұғылдануына, оның шын мәнінде еңбек нарығына ертең сапалы маман болуына мектептен бастап осындай қолдау болу керек. Сондықтан бұл мәселені біз қайта қарауымыз қажет. Бұдан бөлек мен алдынан бері айтып келе жатырмын, жалғыз басты аналар туралы, асыраушысынан айырылған отбасылар туралы, оның ішінде тұрмыстық зорлық-зомбылық көріп, ажырасып, қазіргі таңда бірнеше баланы, 3-4 баланы өзінің жетілдіріп, өсіріп келе жатқан, бір жұмыстан екінші жұмысқа жүгіріп жүрген солдай аналарымыздың жалпы жағдайын қарастыратындай мүмкіндік болу қажет деп ойлаймын. Біз қазір алименттерді өндіре алмай жатқан біраз фактілерді білеміз. Сәйкесінше бәлкім бізге мемлекеттік алимент қорын құру керек шығар. Яғни ана өзінің бұрынғы жаңағы ерлі зайыбы мысалы төлемейтін болса алиментті, ол мемлекеттен қор арқылы төлеп, мемлекет кейін сол азаматтан өзі өндіріп алатын механизмдерді қарастыратын болса, бұл көршілес Ресей Федерациясында бұл механизмдер бар. Сондай, яғни шынайы мұқтаж азаматтар, шынайы мұқтаж азаматтарға біз әлеуметтік қолдау тетіктерін заңнаманың аясында бәрібірде де қайтадан бір қарастыруымыз қажет. Ең бастысы 12 мүшесі сау, кәдімгі денсаулығы бар азаматтар өздерінің әлеуметтік жағдайын, өзінің айлық жалақысын таба алатындай еңбек нарығын реттеу керек. Жұмыс орындарын көптеп ашу керек. Сол жұмыс орындарында бұлар кәдімгі орташа айлық жалақыдан жақсы айлық жалақы болатындай деңгейде еңбектену керек. Міне сол кезде ғана біздің экономикамыз дұрыс болады. Қазір біз 53% әлеуметтік төлемдерге жұмсап отырмыз. Республикалық бюджеттің қаншама шын айтқанда түсімдердің болмайтындығы, қаншама проблемалар бар екендігі, соның барлығы айтылды. Сондықтан да менің ойымша азаматтарға осындай түсіндіру жұмыстары және ең бастысы экономика мен еңбек нарығы бірге жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Жаңағы